Баршаңызға сәлем, мен сіздермен Сандуғаш. Мен бүгін балалардың сүйіп жейтін тағамы фри жасап көретін боламыз. Бізге бұл фри жасау үшін тек картошка мен тұз және переправа болса болғаны. Үйдегі барлық заттар. Достар, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Картошкамызды тазалап, жуып алдық. Енді бұны майдалап турайтын боламыз. Картошкамыздың барлығын осылай біркелкі етіп турап алатын боламыз. Барлығын турап аламыз. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Өте жылдам дайын болады. Балаларға дайындап бергенге жақсы. Картошкамыздың барлығын осылай біркелкі етіп турап жатырмыз. Турап аламыз. Бұлардың барлығын бір ыдысқа турап салып алатын боламыз. Біркелкі етіп турап алдық. Енді тұздаққа салып, оны тұзбен жуатын боламыз. Барлығын ыдысқа салып, кішкене тұз шашып жібереміз де, сонымен крахмалын кетіріп, оны жуатын боламыз. Жақсылап жуып аламыз да, оны майлыққа кептіріп алатын боламыз. Суының барлығын кептіретін боламыз, таза майлыққа. Суының бәрін ағызып, таза майлыққа бұлардың бәр суын ағызып алатын боламыз. Қуырған кезде тез және оңай қуырылу үшін крахмалның бәрін ағызып алатын боламыз. Осылай картошкамызды жайып аламыз, шұқалап, үстіне бір майлық жауып қоятын боламыз. Үстіне майлығымыз жауып қойдық. Мына жерде қалған картошкаларымызды солай майлықтарға жайып, кептіріп алатын боламыз. Картошкамыз кеуіп жатқан кезде тапамызды алып, оған майды құятын боламыз. Майымызды жақсылап қыздырып алатын боламыз. Майымызды құйып алдық. Осылай кепкен картошкамыздың үстіне кішкене тұз қосып, переправа қосып жіберсек болады. Бұл жерде мен шашликтің переправасын қолданып жатырмын. Кішкене шашликтің дәм беріп тұрады. Балалар осы ащы түрін жақсы көретін болғандықтан шашликтің переправасын қостым. Осылай жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, қызып тұрған майымызға қуырып алатын боламыз. Майымыз қызып тұр. Осылай барлығын қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Өте жылдам, тез дайын болады. Картошкамыз қуырылып жатыр. Дайын болып қалды. Уже енді бұны сүзіп алатын боламыз. дайын
фриміз. Енді балаларға ұсынуға болады. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге сіздерге рахметімді айтамын. Каналыма тіркеліп, подписация бөлімін басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, тағы да жаңа рецепттер шыққан кезде сізге келіп тұрады.